Гүлнұр Молдакова араға 14 жыл салып екінші баласын дүниеге келеді. Бірінші сәбиіне табиғи жолмен аяға орласа, бұл жолы экстракорпоральдық ұрықтандырудың көмегіне жүгінген. Бүгінде құрсағында 5 айлық сәби бар. Отбасы ат ұстар дүниеге келеді деп күтіп отыр. Міне осы 2021 жылы экоға келдік, көрейік деп. Бастап көрейік, мүмкін болып кетеді, мүмкін болмайды дегенде. Аллаға шүкір, квотам келді. Майда басталды стимуляция, бәрі жақсы болды. 14 июньде подсадка болды. 7 эмбрион ұрықтанды да, 7-ден біреусі ғана выжил. То есть ұрықтанды да, қалғандары әлсіз болды. Соғанда шүкір деп біреусі дамығаннан кейін 14 июньде подсадка жасап берді. Сөйтіп қазір шүкір Аллаға, Алланың қалауымен, қолдауымен 5 ай болдық. Сандарды сөйлетсек, қазақстандықтар арасында ажырасу себебінің 20% бала сүймегеннен дейді. Осы ретте мемлекет басшысының тапсырмасымен 2021 жылдан бастап 2025 жылға дейін экстракорпоральды ұрықтандыруға жыл сайын 7000 квота бөлуді көздейтін аңсаған сәби арнайы бағдарламасы іске қосылды. Қыркүйектегі көрсеткіш бойынша бағдарлама арқылы 3000-нан астам әйел жүкті болып, 2300 бала дүние есігін ашты, ал квота кімдерге бөлінеді? Биыл енді екінші жыл болып отыр. Президентіміздің аңсаған сәби бағдарламасы бойынша 7000 квотаға ілініп отырмыз. 7000 квотаны бедеулікпен, осы бедеулік диагнозы бар ерлі зайыптыларға беріледі. Аңсаған сәби бағдарламасы аясында экоға жолдама алу үшін алдымен тіркелген жері бойынша емханаға бару міндетті. Сол жерде оны бедеулігі бар науқастардың тізіміне қосады. Одан кейін тексерістен өтеді, комиссия оң шешім шығарған жағдайда әйелді ем шараға дайындайды. Айтпақшы, пациент экстракорпоральды ұрықтандыру клиникасын өзі таңдайды. Ал енді клиникадағы жұмыспен танысайықшы. Бұл мінекей көріп тұрсыздар, функция жасайтын бөлмеміз, яғни аналық жасушаны алу. Әрі қарай бізде алынған клеткаларымыздың санын, сапасын осы микроскоппен эмбриолог маманымыз қарап бізге айтатын болады. Эмбриолог маманымыз қазір икси процедурасын жүргізейін деп жатыр. Яғни аналық жасушаға аталық ұрықты енгізіп, ұрықтандырып, әрі қарай 5-ші тәулікке дейін ұрықтанған эмбрионымызды инкубаторда сақтап, өсуін, дамуын бақылаймыз. Бұл жерде эмбриондарымыздың, яғни өсуін, барлығын түсіріп отырады камераға. Бұл жерде эмбриолог мамандарымыз бақылап отыр. Бізде мінекей 5-ші тәулікте өскен эмбрионымызды, осы микроскоппен эмбриологтарымыз қарап, біз репродуктолог дәрігер мында отырсақ, көрші отырған бізде эмбриолог маманымыз катетерге салып, эмбрионды бізге қолымызға ұсынады. Сол эмбрионды біз жатыр қуысына тасымалдап, пациентімізге сіз жүктісіз деп шығарып саламыз. Расымен, әр аруға ана болу бақыты бұйырсын. Әр шаңырақтан іңгәлаған сәбидің дауысы естілсін деп тілейміз. Адамның бір қызығы бала деген.